Менің сүйікті оқырмандарым, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бірге біз өте аш соус дайындайтын боламыз. Сіз бұл соустың ең үлкен артықшылығы неде екенін білесіз бе? Достар, осы соусты кез келген тағаммен дастарханға қоя беруге болады. Бізге керек заттар ол әрине сарымсақ, чили бұрышы, дәміне қарай тұз қосасыз және күнбағыс майы қажет. Достар, бұл жерде мен қателіктерімді қайталамай, чили бұрышын ашқан кезде міндетті түрде қолыңызға қолғап киюді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын ашып жуып, біздің ингредиенттерімізді ұсақтаймыз. Мясорубкамен немесе блендермен өткізуге болады. Енді ары қарай майды табада жақсы қыздыру керек. Бұл жерде өте сақ болыңыз, өйткені май өте ыстық болады. Майды жақсылап қыздырып, содан соң үстіне осылай майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен осы соусты әдетте күзде дайындаймын, өйткені қыста өте жақсы желінеді. Мен осы соусты кішкене банкаларға салып, тоңазытқышта сақтаймын. Мен күйеуім бұл тұздықты, бұл соусты мантылармен, лағманмен, чебуректермен және тағы басқа тағамдармен қосып жегенді өте ұнатады. Сіз де жасап көріңіз, сізге де ұнайды деп сенімдімін.